Сәлем достар, бүгін 2-ші сыныптың математика сабағынан 107-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 2 немесе 3 амалдан тұратын Бірінші санды есеп, есептемей-ақ салыстыр. Неге бұл есептемей-ақ салыстыр деп айтып тұр? Себебі оңай жолын іздеуіміз қажет. Бірінші есепте 7-ні 4-ге көбейтсек те, 4-ті 7-ні көбейтсек те бір сан шығады. Бұл жерде екі санның орындары ғана ауысқан, орындарына қойып көбейтсек те сол бір сан шығады. Бірінші бөлігінде де 28 шығады, мына бөлікте де 28 шығады. Біз енді неге назар аудару керекпіз? Мына жерде 53, ал екінші бөлікте 42 саны тұр. Біз бұл жерде осы екі санды салыстыру керекпіз. Яғни бұл жерде 28-ге 53-ті қоссақ үлкен өрнек шығады ма? 28-ге 42-ні қоссақ үлкен өрнек шығады ма? Яғни бұл жерде 53 жақ өрнегі үлкен болып есептеледі. Келесі есепте жақшаға 5-ті көбейткен, немесе жақшаға 5-ті көбейтіп 1-ге бөлген. Бұл жерде айырмашылық неде болып тұр? Жақшаны орындайтын болсақ, бұл жерде 8-ден 6-ны алсақ 2 шығады, ал мына бөлігінде 8-ден 5-ті алсақ 3 шығады. Енді біз 5-ке 2-ні көбейтсек 10 болады. Ал 3-ке 5-ті көбейтсек 15 шығады. Ал біз кез келген санды 1-ге көбейтсек те, бөлсек те сол санның өзі шығады. Олай болса, мына жерде 5-ті 2-ге көбейтсек үлкен болады ма? Әлде 3-ті 5-ге көбейтсек үлкен болады ма? Әрине, 3-ті 5-ге көбейтсек үлкен болады. Келесі 3-ші есепті қарайық. 59-ды 12-ге қосқан, мына бөлікте 59-ды 13-ге қосқан. Және екеуінде де минус 7 бар. Бұл жерде осы минус 7-ні есептемей қояйық. 59-ды 12-ге қосқанда үлкен өрнек шығады ма? Немесе 59-ды 13-ге қосқанда үлкен өрнек шығады ма? Әрине 13-ті қосқанда үлкен өрнек болады. Соңғы 4-ші есебіміз, бұл жерде жақша бар екен. Жақшаның ішінде 3-ті 0-ге қосқан, 0-ді 3-ге қосқан. Яғни бұл жерде бір өрнек шығады. Бұны есептемейміз. Келесі 6-ны 2-ге көбейткен және 6-ны 3-ге көбейткен. Бұл жерде 6-ны 3-ге көбейткен үлкен өрнек шығады. Сондықтан осы жақты белгілейміз. Келесі 2-ші есеп, теңдіктер мен теңсіздіктер тура болатындай етіп бос түргіздерге тиісті сандарды қой. Бұл жерде 36 бөлінген 4 азайтылған 3 және 36 бөлінген тор көздегі сан және минус 3. Бұл жерде бірінші баған үлкен болуы керек. Олай болса есептейік. Бірінші 36 бөлінген 4 бізде 9 болады. Ал 9-дан 3-ті азайтатын болсақ 6 болады. Яғни 6 деген сан үлкен болуы керек. Енді біз бұл жерде 6-дан кіші санды шығару керекпіз. Олай болса, 4-тен үлкен санды 36-ға бөлуіміз керек. 4-тен үлкен 6 немесе 9 36-ға бөлінеді. 36-ны 6-ға бөлсек 6, 6-дан 3-ті азайтсақ 3 шығады. Яғни бұл жерде кіші мән шықты. Келесі есеп тор көз көбейтілген 4 қосылған 53. Келесі 3 көбейтілген 8 қосылған 53. Бұл жерде екеуіне де 53 саны қосылып тұр. Біз бұны есептемей қоя тұрайық, себебі есептегенде қиын болып кетуі мүмкін. Бұл жерде 3-тен 8-ті көбейтетін болсақ 24 шығады. Олай болса 24 санынан үлкен болатын өрнекті шығаруымыз керек. 4-ге қандай санды көбейтсем 24 шығады. Мысалы 8-ті 4-ге көбейтсем 32 шығады.
8-ді қоюларыңызға болады. Немесе 7 санын қойсақ та болады. 7-ні 4-ке көбейтсек 28, ал мына бағанда 24. Яғни бізде 7-ні қалдырсақ болады. Келесі есепте 4-ті 6-ға көбейткен және 36-ға қосқан. Келесі бағанда 36-ға қосқан торкөздегі сан және көбейтілген 3. Бұл жерде екі жақта да 36-ны қосқан. Бұны есептемей қойсақ та болады. 4-ті 6-ға көбейтсек 24 шығады. Бұл жерде екі өрнекте тең болу керек. Сол үшін 3-ке қандай санды көбейтсек 24 шығады. Бізде 8 санын 3-ке көбейтсек 24 шығады. Яғни торкөздің орнына 8 деген санымызды қоямыз. Сонда өрнегіміз теңеседі. Келесі есеп 45 бөлінген торкөз минус 4, 45 бөлінген 5 минус 4. Бұл жерде екі жерде де минус 4-ті азайтып тұр. Яғни бұны алып тастай салайық. 45-ті 5-ке бөлсек 9, яғни бізге 9-дан кіші сан шығу керек. Олай болса мен 45-ке 9-ды бөліп көрейін, 5 шығады. Ал мына жақта 9, яғни өрнегіміз дұрыс шықты. Келесі есеп, үшінші есеп, есепті шығар. Әкем орам сымнан әр қайсысының ұзындығы 8 дециметр болатындай етіп 5 рет қиып алды. Сонда орамда 15 дециметр қалды. Алғашында орамда неше дециметр сым болған еді? Енді біз сызбаға қарайық. Жоғарыдағы ол кесілген 5 рет қиып алынған сызба. Яғни әр қиып алғаны 8 дециметр. Осылай 5 рет 8 дециметрден қиып алған. Яғни мынаның әр қайсысы 8 дециметр. Ал сызбадағы төмендегі ол 15 дециметр, ол орамда қалған сымның ұзындығы. Енді бізге шығару керек алғашында орамда неше дециметр сым болғанын. Яғни 8-ді біз 5 рет қиды, біз 8-ді 5-ке көбейтеміз және қалған сым ол 15 дециметрді қосамыз. Сонда алғашында орамда неше сым болғанын шығады. 8-ді 5-ке көбейтсек 40, 15-ті қоссақ 55 дециметр шығады. Сонда алғашында орамда 55 дециметр сым болған екен. Келесі есеп торкөздің орнына тиісті санды қой. Торкөздің орнында қандай сан тұратынын біз білмейміз, сондықтан біз бұл жерге x деп қояйық. Енді біз теңдеу етіп шығарып алайық. 6 көбейтілген x тең 6-ны 3-ке көбейтсек 18 шығады, қосылған 6. 6 көбейтілген x тең 18 қосылған 6. 18-ге 6-ны қоссақ бізде 24 шығады. Енді 6-ны 24-ке бөлеміз. X тең 24 бөлінген 6. 24-ті 6-ға бөлсек бізде 4 деген шығады. Бұл жерде X-тің орнына біз енді 4-ті қойып есептеп көрейік. 6-ға 4-ті көбейтсек 24 тең 6-ға 3-ті көбейтсек 18, қосылған 6, 24. Яғни бізде өрнек теңесті. Келесі есеп 9 көбейтілген 3 және 8 көбейтілген 3 қосылған торкөз. Бұл жерде де белгісіз сан, ол жерге x-ті қоятын боламыз. Енді 9 көбейтілген 3 тең 8 көбейтілген 3 қосылған x. 9 көбейтілген 3 бізде 27, тең 8 көбейтілген 3, 24, қосылған x. Енді x тең 27-ден 24-ті аламыз. X тең 3. Енді 3 санын белгісіз санның орнына қойып, теңдеуімізді шығарып көрейік.
9 көбейтілген 3 27, 8 көбейтілген 3 қосылған 3 бізде 27 шығады. Сонымен бізде теңдеу теңесті. Келесі есеп 6 бөлінген 2 тең белгісіз сан және бөлінген 3. Бұл белгісіз санға x-ті қояйық және теңдеуді шығарайық. 6 бөлінген 2 бізде 3 тең x бөлінген 3. x тең 3 көбейтілген 3. x тең бізде 9 шығады. Енді 9 санын x-тің орнына қойып көрейік. 6 бөлінген 2 бізде 3, 9 бөлінген 3 бізде 3. Яғни бізде өрнек теңесті. Келесі белгісіз сан көбейтілген 3 тең 27 азайтылған 3. Белгісіз санның орнына x-ті қояйық. x көбейтілген 3 тең 27 азайтылған 3. x көбейтілген 3 тең 27-ні 3-тен алсақ 24. x тең 24-ті 3-ке бөлеміз. x тең бізде 8. Енді 8 санын белгісіз санның орнына қойып көрейік. 8 көбейтілген 3 24 тең 27 азайтылған 3 24. Бізде өрнек теңесті. Келесі 5-ші есеп есепті шығар. Бір жылдың ішінде 2 омартадан 64 килограмм бал жиналды. Олардың бірінен 36 килограмм бал алынды. Ал қалғаны екінші омартадан алынды. Бір омартадан екіншісіне қарағанда неше килограмм бал артық жиналды? Бірінші омартадан 36 килограмм бал алынды. Ал екінші омартадан қалғаны алынған. Оны біз белгісіз деп алып аламыз. Ал екеуі қосылғанда бізде 64 килограмм бал жиналған болу керек. Бұл жерде 64 килограмм балдан 36 килограмм балды аламыз. Сонда 28 килограмм бал. Енді бұл 28 килограмм бал екінші омартадан алыну керек бал болып табылады. Енді бірінші омарта мен екінші омартаның айырмашылығын анықтау керек. Яғни 36-дан 28-ді аламыз. Бізде 8, яғни бірінші омарта 8 килограмм артық бал алынған. Есебіміздің жауабы бірінші омартада 8 килограмм бал артық жиналды. Келесі 6-шы есеп салыстыр. 4 литр үлкен бе, 7 литр үлкен бе? Әрине 7 литр. 2 метрде және 2 дециметр. 1 метрде 10 дециметр бар. Яғни 2 метрде 20 дециметр және 2 дециметр. Әрине 20 дециметр үлкен. 3 дециметр және 13 сантиметр. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Яғни бұл жерде 30 сантиметр. 30 сантиметр үлкен бе, 13 сантиметр үлкен бе? Әрине 30 сантиметр үлкен. 7 метр 69 дециметр. 1 метрде 10 дециметр бар. Яғни бұл жерде 70 дециметр немесе 69 дециметр. Әрине 70 дециметр үлкен. 5 метр 3 дециметр және 50 дециметр. 1 метрде бізде 10 дециметр бар, яғни 50. 50-ге 3 дециметрді қоссақ, 53 дециметр. Ал мұнда 50 дециметр. Бізде 53 дециметр үлкенірек. Соңғысы 2 дециметр 4 сантиметр және 24 сантиметр. Бізде 1 дециметрде 10 сантиметр бар, яғни бұл жерде 20 дециметр қосылған 4 сантиметр, ол 24 сантиметр. Тең болады 24 сантиметр.
Жетінші, есептемей-ақ салыстыр. 24 қосылған 49 азайтылған 5. Екінші бөлікте 49 қосылған 24 азайтылған 6. Бұл жерде де 24 қосылған 49, 49 қосылған 24 екеуі 1. Сондықтан бұны есептемейміз. Кез келген мәннен азғантай санды алғанда көп мән шығады. Сондықтан бізде минус азайтылған 5-ті алған жақ үлкенірек болады. Екінші есеп. Жақшада екеуі де бірдей, 32 азайтылған 29, мына жақта да 32 азайтылған 29. Бұл жерде біз көбейту мен бөлуге мән берейік. 3 көбейтілген 3 бізде 9, мұнда 3 бөлінген 3 1, яғни 9 үлкен. Сондықтан сол жақтағы мәнді үлкенірек деп табамыз. Үшіншісі 3 көбейтілген 5, 4 қосылған 1. Екінші жақта да 1 қосылған 4. Екеуінің орнын ауыстырсақ та сол мән шығады. Сондықтан жақшаны есептемейміз. Бұл жерде 3 көбейтілген 5 бізде 15, ал мына жақта 5 көбейтілген 3, бұл жақта да 15. Сондықтан бұл жерде тең болады. Бізде 8-ші есеп. Сары түсті жолақшаларды сандармен жасырынған сөздерді оқы. Ол үшін әрбір санды кестедегі сандардың көбейтіндісінің мәніне алмастыр. Мысалы, 5 көбейтілген 1 тең 5. Әр қатар мен бағандардың қиылысындағы көбейтіндінің мәніне сәйкес әріпті табамыз. Ол Т әріпі. Яғни бұл жерде 5 көбейтілген 1 тең 5 болып тұр. Яғни 5 деген санның бәрінің үстіне Т әріпін қойып шығамыз. Бұл жерде 3 5 бар. 3 5-тің төбесінде 3 Т-ны жазып шығамыз. Келесі 5 көбейтілген 2 10. А әріпі. Мына жерде 4 10 бар екен. 10-ның барлығының үстіне А әріпін жазып шығамыз. Келесі 5 көбейтілген 3 15. 15 санының үстіне Ы әріпін жазамыз. Келесі 5 көбейтілген 4 20. 20 санының үстіне Л әріпін жазамыз. 5 көбейтілген 5 25. 25 санының үстіне Г әріпін жазып шығамыз. Келесі 6 саны. 6 көбейтілген 1 6. 6 санының үстіне Я әріпін жазамыз. Келесі 6 көбейтілген 2 12. 12 санының үстіне Б әріпін жазамыз. Келесі 6 көбейтілген 3 18. 18 санының үстіне Қ әріпін жазамыз. 6 көбейтілген 4 24. 24 санының үстіне И әріпін жазамыз. Соңғы 6 көбейтілген 5 бізде 30. 30 санының үстіне И әріпін жазып шығамыз. Сонда бізде табиғатты аялайық сөзі шығады. Сау болыңыздар, сабақ аяқталды.